балаңа дейді. Енді бір үй жағдайы болғасын, әртүрлі жағдай болады. Әйелге мысалы бірден айту керек, бірден кейде ұрсады. Сонда қазақ айтады, біздің қазақ атамыздың даналығын қараңдар. Әйеліңе балаң жоқ жерде ақылайды. Балаңа адам жоқ жерде ақылайды. Қараңыз, әйелін ұрсып баласының көзінше анау бол, мынау бол деп жатса, ана баланың көзінде ананың қадірі қандай болады? Әңгіме қайда жатыр? Ал енді баласы мен деген сезім бар, намыс бар, ар бар, жігер бар. Сол қалыптасып келе жатқанда басқа жұрттың алдында, көз алдында жерге салып, ұрысып жаңағыдай нетіп атса, онда қадір құрмет қала ма балада? Ол несі түсіп кетеді, көңілі жүнжіп кетеді. Ондай сөздерді оңашада айтып, мынандай балам, әңгіме қайда жатыр? Қазақтың тәрбиесі деген. Соның үшін біз енді сәл нәрсе дейміз ғой, көп нәрседе, бірақ сәл нәрсе жоқ, көп нәрсеге дұрыс мән беру ғана жатыр. Қазақтың бұрыннан келе жатқан дәстүрлі сөздермен сөйлеп, сіз деп сөйлеп, үлкен адамға құрметтеу, сыйлау. Қазір өкінішті, біздер жаңа теледидардан көріп жатамыз. 5 жасар бала 50-60-тағы атасына сен деп сөйлеседі, не тәрбие қалды онда? Бұл дұрыс емес. Қазақ сен дегеннен не бітеді, сіз дегеннен нен кетеді дейді. А несі келмейді, сіз десе? Үлкен адамды сыйлап, құрметтеп, алдынан өтпей, реті болса көмегін беріп, үлкеннің қызметін жасаған батасын алады ғой. Өркенің өссін шырағым деген сөз, ол жай сөз емес. Ол сол үлкен адам ризалықпен айтқан сол бір ауыз сөзі баланың өміріне жетерлік азық болады кей уақыттарда. Неге? Құдай Тағала соның сөйтнесін, дұғасын періштелердің құлағына шалындырып, мына жағына жетсе, мына баланың болашағының өмір бақиына жетерлік жақсы нәрсе болады. Бұдан оған ешқандай